Еліміздің жас таэквондошылары Корея Республикасында өткен халықаралық жарыста жақсы нәтиже көрсетті. Елге жеңіспен оралған жас спортшыларды Қарадала халқы салтанатты түрде қарсы алды. Ата-ана сенімін ақтаған жас чемпиондардың қуанышында шек жоқ. Оларға өрлеу өнер мектебінің ұжымы ыстық ықыласын білдірді. Салтанатты шарада ақсақалдар ақ батасын беріп, чемпиондарға жарқын болашақ пен толағай табыс тіледі. Бүгінде Ұйғыр ауданында таэквондомен 100-ге жуық бала тұрақты шұғылданады. Арасында Қазақстан чемпиондары мен халықаралық жарыстардың жүлдегерлері бар. Олар өңір спортын өркендетіп келеді. Таэквондодан Корея Республикасы Чунчон қаласында өткен G2-1 рейтингілік турнирында ауданымыздан 4 бүлдіршініміз қатысып, жүлделі орындармен оралып отыр. Айта кетсек, Алижан Алекеев чемпион атанса, Амина Мұхамедқали күміс жүлде, Ахмет Дүйсенбай қола жүлде иеленді. Және де одан кейін өткен Корея Республикасының Сеул қаласында өткен G1, G1 рейтингілік турнирында қола жүлде алған Данияр қызы Диана